бала кезімде, кішкентай кезімде қызылшамен қатты ауырғам. Содан көзім кетіп қалған, бір жақ көзім, сол жақ көзім. Мектепке солай бардым. Институтты бітірдім, оқуды бітірдім, жұмыс істедім. 6 жасқа келгенде мен результат көріп отырмын. Доктор маған врожденная слепота деп берді. Глазной институт. Сол расталмай шықты енді. Өйткені соны бір айдан кейін мына көзімен саулап ақты. Бұлшық ақты. Содан жарты сағаттай арпалысым көзіме. Жарты сағаттай арпалысым. Содан жаңағыдай бәлден өтеп жүрген жоқ. Ертесіне 2-3 күннен кейін келдім мына. Білмеймін, жазып уақып қалып едім. Апамыз көрініп тұрған. Сол қыздарға шулармен қыздар, менде жаңалық бар, үлкен жаңалық бар. Көрмеген көзім көріп, одан артық мен жаңалық керек. Мен жұмыс жасайын дедім. Сол жерде. Молодцы, рахмет.